Сіз амандасқанда қалай құшақтасасыз? Экрандағы суретке мұқият қарап, өзіңіздікін таңдаңыз. Достарша құшақтасу. Сіз достар сияқты жиі құшақтасатын болсаңыз, махаббатқа келгенде сіз барынша абай болуға тырысатын адамсыз. Бірден ғашық болып қалмайсыз. Алдымен адамды сынап, тексеріп аласыз. Егер танысқан адамыңызбен арада бір түсініспестік орнай қалса, сіз көп ойланбастан басқасын іздеп жорыққа шығып кетесіз. Егер сізге адам өз сезімдерін білдіріп, ас түсіңізге түсіп жатса, оған бірден ашыла салмайсыз, сенім артпайсыздар. Алдымен оның махаббаты серьезный ма жоқ па деп тексеріп аласыз. Мұның барлығын сіз алдағы уақытта жүрегіңізді жаралап, сүйіктіңіздің сізді тастап кетпеу үшін жасайсыз. Дегенмен де, осынша сақтық танытар болсаңыз, қартайған шағыңызға дейін сүрленген бойдақ болып қалуыңыз да ғажап емес. Ұмытпаңыз, ыстық махаббат достық қарым-қатынастардан басталады. Өзіңізді еркін ұстаңыз. Махаббат қарым-қатынастарының өз бабымен дамуына мүмкіндік бергейсіз. Сүйісіп құшақтасу. Бұл романтик және ыстық сезімге ынтық адамдардың амандасатын стилі. Олар нәзік. Осынысымен қыз жігіттерді оңай сындырып алады. Өздеріңіз білесіздер, адамдардың көбіне «Ей, мей» дейтін бұчихалардан көрі нәзік, жұмсақ, мейірімді адамдар ұнайды. Сүйісіп құшақтасып амандасатындар бір көргеннен құлай сүйе ғашық болатын. Махаббат үшін бар жан тәнін беруге дайын тұратын адамдар. Махаббатқа келгенде өз-өзін ұстай алмайды. Егер сүйіктіңізді тауып, шын бақытты болғыңыз келсе, көрінген адамның бәріне құшағыңызды аша бермей, өзіңізді ұстай білуді үйреніңіз. Асықпаңыз. Махаббаттан көңіліңіз қалғанын қаламасаңыз, алдымен серігіңізді жақсылап танып біліп алғайсыз. Бірден попробуй, попробуй, джага, джага дей бермей, хотя бы 3-4 кездесу өткізіп көріңіз. Құшақтасудан тартыншақтайтын адамдар. Мұндай көрініске қарап, адамның басқа біреуге сенімі аз екенін байқаймыз. Дегенмен де, мұндай адамдардың көбі бара-бара, бере-бере ашылады. Махаббатта ұстамды келеді. Көбінесе қарым-қатынас құрудан қашықтайтын адам сияқты көрінеді. Бірінші кездесу ойдағыдай өтсе де, мұндай адамдардың ашылуы қиындау. Әлбетте, осындай мінезінен қолына қонып тұрған бақ құсын ұшырып алу да ғажап емес. Сондықтан да, ішкі дауысыңызды тыңдап, серігіңізге сенуді үйреніңіз. Ішкі әлеміңізді көрсетуден қорықпаңыз. Құштарлы құшақтасу. Бұл құшақтасу бұрынғы құшақтасулардан өзгерек. Оған бір-екі сөз керек дегендей. Екеуі де қатты қобалжыш келеді. Әсіресе бір-бірін ұзақ іздеген немесе айырылысып, бір-бірін ұзақ күткендер дәл осылай ыстық сезіммен құшақтасып жатады. Сіз махаббаттан не күтетініңізді жақсы білесіз және байсалды қарым-қатынас құруға дайынсыз. Сүйіктіңізді бар болмысымен жақсы көресіз, бірақ оны ойша тым мінсіздендіріп жібермеңіз. Егер олай жасайтын болсаңыз, уақыт өте келе одан көңіліңіз қалып, сезіміңіз суып кетуі де ғажап емес. Өмірде түрлі жағдайлар болатынын, адамның көңіл күйде ауысып отыратынын естен шығармағайсыз.